Зығыр майы емдік қасиеттерімен ежелден белгілі. Бүгінде зығыр дәстүрлі медицинада өте танымал, себебі оның құрамында омега-3 май қышқылының көп мөлшері және басқа да пайдалы компоненттер бар. Зығыр алғашқы мәдени өсімдіктердің бірі. Оның бастауы Месопотамиядағы Тигр және Ефрат өзендерінің аңғарында. Біздің дәуірімізге дейін 500 жылы Гиппократ іштің ауырсынуын жеңілдетудегі зығырдың маңызы туралы жазды. Бірнеше зерттеулер зығыр тұқымының құрамындағы талшықтың көптігін және оның жақсы қорытылуымен байланысын көрсетті. Басқа компоненттердің қатарында оның құрамындағы альфа-линолен қышқылы мен омега-3 сериясындағы май қышқылының мөлшері жоғары. Зығыр ағзаға пайдалы әсер етеді. Көптеген ауруларды емдейді, сонымен бірге мүшелердің жағдайын жақсартады. Зығыр майының құрамы мен пайдасы. Құрамында көптеген қоректік заттар бар. Оның ішінде жоғары сапалы ақуыз, еритін талшықтар, В1, В2, С, Е дәрумендері, каротин, кальций, темір, фосфор, калий, магний, цинк. Бұл заттар өсімдік майларын жақсы сіңіруге көмектеседі. Олар асқазан мен ішектің шырышты қабатының жағдайын едәуір жақсартады. Сүт безі мен тоқ шегістігінің қаупін азайтады. Зығыр тұқымының саңырауқұлақтарға қарсы және бактерияға қарсы қасиеті бар. Май құрамындағы омега-3 май қышқылдары мидың жұмысына оң әсер етеді. Жасуша мембраналарының оңтайлы жұмысын қолдайды, иммунитетті жоғарылатады және гормондар синтезін жақсартады. Зығыр майын қалай қолдануға болады? Зығыр майы күніне 1-2 ас қасықтан пайдалану керек. Күнбағыс немесе мақта майынан айырмашылығы зығыр майының құрамында 45-60% омега-3 бар. Зығыр майы тоңазытқышта сақталуы тиіс. Зығыр дәнінің денсаулық керемет пайдасын барын сіз білдіңіз бе? Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Зығыр майының бірінші пайдасы қандағы холестерин деңгейін төмендететіні және атеросклероз ауруының алдын алатыны. Зертханалық қояндармен жүргізілген тәжірибеге сәйкес, зығыр дәндері оттегінің бос радикалдарының деңгейін төмендетеді. Бұл бөлшектер қандағы жаман холестерин деп аталатын төмен тығыздықтағы липопротеин холестеринінің жиналуына жауап береді. Өз кезегінде қандағы холестериннің жақсы деңгейін ұстап тұру артерияларда бляшка жиналуының байланысты пайда болатын атеросклероз сияқты аурулардың пайда болуының алдын алады. Екінші қасиеті коронарлық аурулардың алдын алады, яғни артериялардың сыртын қаптап жауып, осылайша инфаркт пен стенокардия қаупін болдырмайды. Үшінші тағы бір жақсы қасиеті іш қатуға қарсы құрал. Іш қатумен зардап шегетін адамдарға жақсы көмектеседі, өйткені талшыққа бай. Оның қалыпты тұтынылуы ас қорыту процесін жақсартады. Бұл қалдықтарды ағзадан шығаруға көмектеседі. Зерттеулер көрсеткендей, зығыр тұқымы табиғи іш жүргізетін дәрілік зат болып табылады. Ол қалыпты адамдардағы және іш қататын адамдардағы дефекация процесін жеңілдету үшін өте пайдалы. Зығыр дәні басқа қоректік үлестерге В дәрумендері, магний, марганец кіреді. Келесі бір қасиеті гипертония ауруында қолданылады. 2014 жылы Америкалық ассоциациясында жариялаған клиникалық сынаққа артериялық қан қысымымен ауыратын ерлер мен әйелдер арасында 6 ай 50 грамм ұнтақталған зығыр дәнін тұтынған. Нәтижелер көрсеткендей, диастолалық және систолалық қан қысымы айтарлықтай төмендеген. Келесі бір қасиеті қатерлі ісік ауруының қаупін азайтады. Зығыр тұқымы қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің алдын алатын тағамдар тізіміне енгізілген. Оның құрамы фитоэстрогендерге бай. Олар адам эстрогендеріне ұқсас. Бұл молекулалар антиоксидантты қасиет береді. Олар біздің денеміздегі жасушалардың қалыпқа келуіне көмектеседі. Тағы бір қасиеті қабынуға қарсы әсер етеді. Яғни ревматоидты артрит кезінде пайдалы тағам ретінде пайдаланылады.
Сонымен қатар аналгетикалық әсері де бар. Келесі қасиеті денедегі май деңгейін төмендетеді. Зығыр тұқымы ағзамызға қажетті емес майды іште де сыртта да жоюға көмектеседі. Қандағы триглицерид пен холестерин деңгейін төмендетеді. Метаболизмді жылдамдатады, дененің энергиясын арттырады. Келесі қасиеті иммунитетті жақсартады. Антиоксидантты лигандарға бай. Бұл заттар денемізден бос радикалдарды, иммундық жүйеге зиян келтіретін өте тұрақсыз бөлшектерді шығаруға көмектеседі. Сонымен қатар, науқастарға пайдалы әсерін көрсетті, яғни бүйректерде тас түзілуінің алдын алады. Келесі бір керемет қасиеті тырнақ және теріге күтім жасауда қолданылады. Дерматологиялық жағдайларды емдеуде қосымша қызмет атқарады. Тырнақтарды нығайтады, оңай сынуына жол бермейді. Құрамында каротиннің болуына байланысты көздің көру өткірлігін де жақсартады. Зығыр майының пайдасымен қатар жанама әсерлерін де ескерген жөн. Яғни асқазанның, іштің жедел аурулары кезінде, аллергиялық реакциялар кезінде қолдануға болмайды. Негізгі белгілері ісіну, қышу, бөртпе, қызару, ентігудің болуы. Зығыр майын шамадан тыс қолдану жүкті және бала емізетін әйелдерге зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан мерзімінен бұрын босануға жол бермес үшін оны жүктіліктің 2-3 триместрінде тоқтату керек. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.